Армысыздар, қымбатты достар. Бүгін біз сіздерге Нұрлы жер бағдарламасы бойынша пәтер таңдау барысына арнайы нұсқалық видеосын түсіретін боламыз. Барша пәтер иемденген конкурстан өткен жандарға шын жүректен құтты болсын дегіміз келеді. Енді пәтер таңдау барысында ескере кететін бір жайт бар. Мысалға, сіз баспана KZ сайты арқылы өзіңізге ұнамды қажет деп санаған пәтерлердің қабатын таңдайтын боласыз. Мысалға, сіз қабатын таңдадыңыз, тағы да өзге жан Нұрлы жер бағдарламасы бойынша конкурстан өткен, ол да қабаттарын таңдады дейік. Сіз сол қабаттың ішінен бір пәтерді маңыздылардың қатарына қойдыңыз. Қазір оны көресіздер, яғни приоритетный дедіңізді жоғары көтеріп қойдыңыз. Дәл сол пәтерді бағана кісі де жоғары көтеріп қойды дейік. Енді пәтер кімге бұйырады? Кімнің балы жоғары, сол жанға пәтер бұйыратын болады. Енді қымбатты достар, қазір бәріміз бірге тамашалайық мақсат пен мақсатқа. Көріңіздер. Ал достар, біз қазір сіздермен баспана KZ сайтының алғы бетіндеміз. Егер сіз Нұрлы жер бағдарламасының конкурстан өтіп, төлем қабілеттілігіңіз растап, енді пәтер таңдау сайтына келсеңіз, міне, мен өтінім дегенді басасыз. Ары-қарай кіреміз. Бірден айтайық, өзіңіздің жеке кабинетіңізге, жеке парақшаңызға кіру міндетті. Міне басында, бастапқыда жалпы бұл мәселе бойынша біз алдында видео түсіріп кеткен болатынбыз. YouTube каналымызда бар, соны толықтай түсіну үшін видеолардың арасынан іздеп тапсаңыз болады. Бір айта кететін жайт, мысал үшін дауыс беру, өтініш қабылданды. Мынау сіздің балыңыз болатын. Орныңыз, балыңыз, оң жақта пәтеріңіз тұр. Бағанақ сіздің конкурс бойынша отқан бір бөлмелі пәтер, 39-41 квадратты метр, депозит, төлем қабілеттілігін растаудан өттіңіз. Енді соңғы кезектердің біріне келіп отырсыз, яғни пәтерлерді бөлу. Пәтерлерді бөлу барысында, яғни әр өтініш беруші адам өзі таңдау кестесін толтырып, келесідей өтініш бере алады. Мынаяқта кішігірім нұсқаулық бар, оны да көрсеңіздер болады. Окей, енді қараңыздар. Жалпы пәтерлерді таңдау барысында таңдауларды баптау дегенді таңдау мүмкіндігіңіз бар. Бұл дегеніміз не? Яғни сіз өзіңізге қажетті қабаттарды таңдай аласыз, және де сізге қажет емес деген қабаттарды болдырмауға таңдай аласыз. Міне қараңыз. Мысалға да, яғни әркім өзі таңдауы, өзінің несі бар ғой, ұсынысы, қажеттілігі. Мысалы, мен 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші этажда тұрғым келеді делік. Ал 1-ші және 9-ші этаждарда, қабаттарда тұрғым келмейді. Мысалға. Енді қараңыздар. Кестені қайта құруды дегенді басатын болсақ, мына оң жағымызда сіздің қалауыңыз, сіздің таңдауыңыз бойынша жаңа кесте құрылатын болады. Мінекей. Міне көрдіңіздер ма? Пәтердің нөмірі, пәтердің қабаты, үй және де кіреберіс. Мінекей. Астына түсіріп өзіңіз таңдасаңыздар болады. Кейбір адамдардың өзінің қалаулары болады. Яғни маған мысалға да, маған мысалы 50 нөмірлі пәтер қажет. Егер сіз 50 нөмірлі пәтер қажет болса, соны приоритет нөмір 1-ге қойғыңыз келсе, яғни бірінші қажеттілікке, бұны алып бұлай жоғарыға көтерсеңіз болады. Сол секілді мысалы, міне 7-ші қабат, 1-ші кіреберістен 7-ші қабатта сіздің туысыңыз, бауырыңыз сол жерден үй таңдап отырса, сіз де сол жерді таңдағыңыз келсе, міне 27, 7-ші қабатты таңдаймыз. Мінекей. Сөйтеміз да, дәл осыны, яғни маңыздылық, приоритет 2-ге көтеріп қоямыз. Түсіністер ғой. Өзіңіз ұнамды, өзіңізге қажет болған пәтерлерді осылай таңдасаңыздар болады. Енді пәтерді таңдап болғаннан кейін кестені растау дегенді басамыз. Кестені растау дегенді басқаннан кейін пәтер таңдау бойынша қалау кестесі толыққанды сіздерге осылай шығатын болады. Аты жөніңіз, нысанның аты жөні, пәтер түрі, яғни қанша бөлмелі, пәтерлердің саны, ең жоғарғы ауданы, осының бәрі сізге арнай көрсетілетін болады. Мінекей. Ендігі кезекте, яғни сіздерде ең соңғы бұл жерде шақ қалып тұр. Ең соңғы қадам таңдау кестесін растау. Таңдау кестесін растауды басқаннан кейін сіздердің ұялы телефондарыңызға SMS хабарламасы келеді. SMS хабарламасы арқылы сіздер өтінім бересіздер. Одан кейін, яғни күту ғана қалады.
Қымбатты достар, жалпы видео сіздерге ұнамды, пайдалы әрі септігін тигізді деп ойлаймын. Барлықтарыңызға құтты болсын айтқым келеді, әрі қазақстандық баспаналы болсын.